tengsizlik şeklinde ko'riniz interval gravitasiyoni oldindan interval gravitasiyoni bu ko'rikishga erishishga teng bir yarım nolga aylantirib olib intervallarda tangalarni aniqlab bo'ladi. Bunday bölüşe gratisiyon bo'lib berilganda sol interval gravitasiyoni hisoblash uchun uni Mendes tengliklarga o'rnakka olamiz. Mendes tengliklarga o'rnakka olamiz. Masalan, жалпы түрде Px bölüngen Qx үлкен нөлден теңсіздігі берілсе, оған Mendes теңсіздік Px көбейтілген Qx үлкен нөл деген болады. Енді екінші жағдайда Px бөлінген Qx кіші нөлден теңсіздігі берілсе, бұл жағдайда X көбейтілген Qx кіші нөлден теңсіздігі Mendes болады. Енді үлкен болмаса тең болып берілген кезде Px бөлінген Qx кіші болмаса тең нөлден деп берілсе, оған Mendes Px көбейтілген Qx кіші болмаса тең нөлден және Qx тең емес нөлге деген Mendes теңсіздікті аламыз. Бірінші теңсіздігін шешіп, екіншіні Qx нөлге тең болатын мәндерін бірінші теңсіздігін шешіміне алып тастаймыз. Енді үлкен болмаса тең деп берілсе, Px бөлінген Qx үлкен болмаса тең нөл болса, оған Mendes теңсіздіктер Px көбейтілген Qx үлкен болмаса тең және Qx тең емес нөлге дәл бұл сияқты болғанда теңсіздіктің белгісі таңбасы өзгереді. Енді біз алдымызда берілген мысалымызға келейік. Бұл мысалды ең соңғы жазғанымыздан келеді екен. Сонда x көбейтілген x плюс 1 үлкен болмаса тең нөл дейміз және x плюс 1 тең емес нөлге. Біз интервалдарға салу үшін нөлден алып сонда x-тен нөл, x-тен минус 1 деген нүктелерді анықталамыз. X плюс 1 нөлге теңестіргенде x-тен минус 1 шығады. Biz intervalda kalamız сан минус 1 нөл. Енді бізде егер мына берілгендей ол қатаң теңсіздік болса, онда екеуін де боямай қоя салайық. Ашық. Енді бізде тең деген белгісі бар. Соның үшін біз минус 1 мен нөлдің тиісті екенін белгілеп кетуіміз керек. Қайсы тиісті екенін. Минус 1 x плюс 1 тең емес нөлге деген онда минус 1 бізде жиынға енбейді. Ал нөл бұл жиынға теңсіздік шешіміне тиісті болады. Соның үшін нөлді қоса есептейміз, ал минус 1-ді қоспаймыз. Енді интервалдарға бөлейік. Сан түзіліміз 1, 2, 3 интервалға бөлінді. Енді әрбір интервалда, интервалдар тәсіліне салған кезде, әрбір интервалдағы таңбасын анықтап қоямыз. Біз 1 деген мына жерде мысалы 1 разы есептеймізді. Мына аралықтан 1-ді қойып есептеп көреміз. 1 көбейтілген 1 плюс 1 2 болады. Нөлден үлкен болмаса тең, онда теңсіздіктің таңбасы плюс, келесінде минус, келесінде плюс болып өзгереді. Енді бізден бөлген үлкен арал, онда жауабы жазамыз. Жауабы минус шексіздіктен минус 1-ге дейін. Қоса есептемейміз. Ал нөлден плюс шексіздікке дейін нөлді қоса алғандағы нөлден плюс шексіздікке дейін. Біздегі жауап